билікте отыру керексің, бізге мемлекет керек. Ұлттың болашағы керек. Сен мынау амалға бәрін сатып отырсыңдар. Мына билік басындағылар. Екінші мәселе бұл жерде. Екінші мәселе. Мынау халықты барлығын басқа жаққа бұрып болып тұр. Өйткені Қытай экспансиясы жүріп жатыр. Адым жерде Қытай қазір. Қазір 10 мәселенің біреу Қытайдың мәселесі жүріп. Осыны не қылу үшін әдейіге шантаж жасалып отыр, билік басынан. Қытай мен орыстың ықпалы бұл. Жүрегім жарып кетеді сол. Сендерге амал керек шығар. Бізге елдің болашағы керек. Мынаны тоқтатыңдар. Мынау сенат, парламентте депутаттарға айтарым. Екінші, орыс мектебі, ағылшын мектебі, Қытай мектебі деген ашылмау керек. Қазақстанда бір-ақ ұлт бар. Қазақ ұлты. Біз унитарлы мемлекетпіз. Унитарлы мемлекет деген не? Біз дербес мемлекетпіз. Бір-ақ ұлт бар Қазақстан. Қазақ ұлты. Қалғандар диаспора. Жүрегім жарып кетсе де сол. Сен бүгін жұмыстан алып кетсе де сол. Сен әкім болғансың, сен тәкаппарлық қылып отырсың. Бұлай шалқайып отырсың. Сен пәскетсің. Сен халықпен істескен жоқсың. Сен производствода істеген жоқсың халықпен. Ана жерде жантақ шапқан жоқсың. Қой баққан жоқсың сен. Ана жерде кетпен шапқан жоқсың. Түсіндің ба? Сендер әбден ана жерде қаланың үшін көгергенсіңдер. Анаға жағымпаздану керек, анаға жайкелер жүр. Жоғарылауы керексің. Саған жоғарылай бер. Бірақ бізге мектебімізді ашылды. Бірақ сөз біреу құлақ екеу. Тоқтатыңдар мынау. Депутаттар, сендер құлақтарың астында. Үкімет басшысы, мынау президент, сен орысша, Қытайша оқытты, бәріміз Қытай болуымыз керек емес. Президент мырза, мына Қытай тоқтат сен. Орысты тоқтат. Қазіргі таңда Қытайдың біздің экономикамыз бәрін жаулап алды. Қазіргі таңда біздің мына кәсіпкерлердің бәрін жауап алды. Екінші мәселе осы болды. Мына сұраққа жауап беріңіздерші. Орыс тілді ата-аналар видео түсіріп TikTokқа шығарды. Ең бірінші дау содан басталды 224-те. Осыдан 10 күн бұрын ба, 15 күн бұрын ба. Ол кез азаттыққа да шықты. Олар айтып жатыр. Біз бардық дейді мектепке құжат тапсыруға. Бірақ бізге айтты дейді. Мектеп қазақ тілінде болады деп айтты деп бізді қабылдамай қойды дейді. Өздерінің сөзі тұр ана жерде. Азаттықта кәдімгі ресми видеосы тұр. Өздерінің ауыздарынан шығып тұр. Бұл нені білдіреді? Басында мектеп қазақша болып ашылу керек болған. Одан кейін 5-6 орыс тілді ата-аналар айғай-шу шығарып еді. Әкімдіктің басшылар осы жерде отырған. Ойларын өзгертіп жіберді. Ағайындар, әділдік қайда сонда? Әділдік қайда? Басында қазақша болып ашылады деді ма? Болды, қазақша ашылсын. Бізге құжат 10 минут, 1 сағат, оның бәрі сылтау. Балаға айтатын әңгімені айтпаңыздар. Балабақшадағы 5 жастағы баланы алдаған сияқты бізді алдамаңыздар. Бүкіл халық көріп отыр міне. Мына адам отыр тікелей эфирде. Ешкім жерге арандату үшін, еш нәрсе жасау үшін келген жоқ. Біз әділдікті талап ету үшін келіп тұрмыз. Бізге нақты нүктесін қойып беріңіздер. Ертең міне 5 күннен кейін сабақ басталады 3-ші тоқсан, 2-ші тоқсан, 3-ші қараша күні. Балалар мектепке бару керек. Сол мектепті күтіп отқан мен балаларды да білем. Сіздер орыс тілді ата-аналармен жұмыс жасаңыздар, солармен сөйлесіңіздер. Әрқайсымен жеке-жеке 400 ата-ана ма, о жерде 100 ғана сол жерде тұрады. О жерде 300 адам жан-жақтан келіп отыр о жерде. Пропискаларын бәрін жасатып, құйтырқы саясат жасап отыр. Сонда Ресейден не 500 мың орыс келсе, әрқайсының баласын қабылдап, мектептің бәрін араласып жасай бересіздер ме сонда? Бізді жұтып қоймай ма мына жерде? Қазақ мектебінің бәрі жабылады онда, тек қана орыс. Жоқ, біз Жауап беріңдерші. Жауап бере алмай тұр ғой, басында қазақша болады деп айтылған ғой. Айтып шеше аласыңдар. В списке Ресей азаматтары, міне қараңыз, Ресей азаматтары уақытша тіркелуге, уақытша временный пропискаға тіркеліп, осы мектепте список береміз деп жатыр. Оны ертең сіз қалай тексересіз? Сіз тексере алмайсыз. 1-2 сағатқа прописка временно бізді қойыңыз. В день поступления сосын шығып кетеміз, ақша төлеймін деп жатыр. Міне спискалар. Болар ертең 400-500 адамды осындай орысша айтқанда мертвый. WhatsApp сізге керек болса, мен екінші несін сізге алып келем тағы. Şimdi кім жұмыс істеу керек қой, мен ұйықтап отырады олар. Басқа участоктан келіп var. Басқа участоктан келіп var. Русский язык будет востребован не только в Казахстане, но и в странах СНГ. Обширнее, глубже.
сонда біз ақымақпыз ғой. Таза қазақ Біз мектебі. обширно ойлай алмаймыз. Таза қазақ мектебі ашылсын, қалғандары үйренсін қазақша. Барсын қазақ мектебіне деген комментарийге специально отправлю туда ребенка, чтобы он научил всех русскому языку в школе. Сонда біздің дәрежеміз төмен ғой болып тұр. Дұрыс па? Истеричка, жаңағы личностьқа кетіп жатыр. Приезжий дейді. Мен өзім Алматыда туып өспедім. Менің әкем де қарапайым ауылдан шыққан. Осы елге еңбегі сіңді. Назарбаевтан медаль алды. Сонда понаехали деп біз туралы айтып жатырмыз ғой. Менің әкем Алматыға келу үшін строитель, заслуженный строитель Республики Казахстан. Мен сондай сөз естіп жатырмын. Менің әкем еңбегі сіңген шығар осы елге. Міне Ресей азаматтарының жазғаны. Казачата деп жатыр бізді. Неге казачата дейді? Бізді кім қорғайды? Жоқ, бұнымен жаңағы қарасам, әлеуметтік желіде мынандай жағдай. Алдында дархан барды, бір-екі ата-ана бар, Чулан Ойбай полициясы жетіп берді. Қазақ тілді ата-аналар бар, полиция жетіп берді. Ал орыс тілді ата-аналар ана жерде үндеу жасап жатқанда, бірде полиция жоқ. Қайдан бар? Жиналып отыр. Қайдан? Сонда қазақ тілді емес, өз тіліміз, өз жерімізде, өзіміз қалмаймыз да. Ал ана жерде қарасаңыздар, жаңағы әлеуметтік желіні қараңыздар. Бірде-бір орыс тілде үндеу жасап жатыр, 2 сағат жудан бірде-бір әкімшілік келген жоқ, бір прокурор, полиция келген жоқ. Неге? Әділдік қайда сонда? Жоқ, шын ғой, неге айтамын? Қалай жанымыз ауырмайды? Өзіңізге келгеніңізде біреу жауапқа тартты ма, тартпады ма? Ал ақылды ғой,